70 жылдан бастап еңбекке араластым, тракторист болдым. 70-тен 77 жылға дейін тракторист болдым. Онан кейін 73 жылы біз мынау сельхозтехника Сәуле ауылына көшіп келдік, басқа жақтан. Шет ауданында тұрғанбыз, бірақ сонда келдік. Сонан мастерскойда слесарь болдым, инженер болдым, мастер болдым, инженер болдым. Москвадан оқуға шақырып, мен 1986 жылы Москва қаласындағы Шверник атындағы жоғары кәсіподақтардың жоғары мектебі, кәсіподақтардың академиясына оқуға түстім. 5 жыл сонда оқып, 1991 жылы диплом алдым, экономист, еңбек жөніндегі экономист мамандығы бойынша. Сонан осы сельхозтехникада мен 95 жылға дейін бас есепшінің орынбасары, бас есепші, бас экономист жұмыстарын атқардым. Ақтоғай ауданы энергия жүйесіне сол қайта құрылуына байланысты соған осы арада менің бас инженерім Нөкербеков Қабдолла деген сол жерге бастық болды да мені сонда бас экономистік қызметке алды. 2000 жыл осы қызметке Ақтоғай ауданы әкім аппаратының жалпы бөлімінің меңгеруші қызметіне тағайындалдым. 2009 жылы зейнетке шықтым. 2011 жылы жұмыстан босап зейнеткерлікке таза кеттім. Пандемия деген 19 жылы басталды. Коронавирус. Еліміз бойынша қиыншылық болды. Оның үшін ол қиыншылықты біздің ауданымызда көрді. Қатты ауырғандар болды. Халыққа көмек жасайық деп сол балаларым ұйымдасып, ИВЛ, искусственный вентиляция легких дейді, сондай аппаратты алып, бірінші рет ауданға табыс еттік біз. Табыс еттік. Енді онымен көп адамдар емделді, онан кейін, бізден кейін сол бізді көрді да, осында халық жиналып, бірнеше аппарат әперді. Тәуелсіздік енді біз 30 жылда егемендігімізді кешеден бері осы біздің даму жолымыз енді біз шыққан уақытта қандай, қазір кеше елбасымыз айтып жатыр, мен Қазақстанды дамыған 40 елдің қатарына қостым деп. Енді ол действительно ол кісінің еңбегі бар, бүкіл ел бізді таныды. Енді қазір 91-92 жылдары зейнетақы беремейтін жағдай болды ғой. Қазір оның бәрі ұмытылды, қазір зейнетақыны әркім әр сайын алып отыр. Келер ұрпаққа үлкен жауапкершілік, осы тәуелсіздіктің қадірін біліп, осыны әрі қарай жалғастырады деп ойлаймын.